Қазақта құрақ құрау деген өнер бар. Ол дүниежүзінде көптеген мемлекеттерде бар өнер. Біздің қазақ жастар үйленгенде құрақтай құралып өмірлері баянды болар ма екен деп ұзатылған қызға құрақ көрпеше құрап береді. Мынау геометрияның тілімен айтқанда ромб дейміз. Алты қиық қылып қиям, сосын одан мынандай қылып құрақ құралады. Әртүрлі құрақтарды құрауға болады. Сегіз жапырақ дейміз, қораба мүйіз дейміз. Құрақтың аты да көп, заты да көп. Ши құрақ дейміз. Мен жас кезімнен, бала кезімнен құрақ құраумен айналысам. Қолым босаса болды, осы өнерді қолға алсам, бойым сергіп, біртүрлі жеңілденіп қалам. Қыздарды ұзатқанда, өзімнің қыздарымды ұзатқанда көп қылып көрпеше құрап бердім. Енді немерелеріме құрап жатырмын. Біз мәңгілік емеспіз ғой, біз өмірден көшкенде әжемнің құрағаны деп немерелерімнің ұстап жүргеннің өзі не тұрады. Біздің жастарымызға да ризамын, көптеген жас келіншектер, қыздар қармақшыда құрайды. Құрап түптен кәсіп етіп отқандар да жеткілікті. Мынау қазақша мақпал дейміз, қыжым дейміз, осындай қымбат материалдарды алып, мынандай қылып қиып, осыдан көптеген нәрсе жасап шығаруға болады. Құрақтай құралып, жастар баянды өмір сүруге де қазақтың өзінің тілегі ата-ананың. Сосын үйде де құрақ көрпеше төсеп отқанда біртүрлі үйдің іші жайнап әдемі көрінеді. Біздің өзіміздің менталитетімізде бар дүние болғасын, осыған қызығып жасаймын, білмеймін неге жақсы көретінімді. Құрақ қарағанды жақсы көремін. Кейде белім сыздап жарамай отқан кездерімде 7-ші класс оқитын немерем көмектеседі. Ол сызып береді, қиып береді. Соның өзі маған үлкен көмек. Келешекте немерелерім жолымды ұстай ма деп кейде ойланамын. Кім біледі оны, бәрінде бір Алла біледі ғой. Бірақ құрақ құрауға үлкен төзімділік керек, ұзақ уақыт керек, шыдамдылық керек. Жаңа түскен келіннің шай құйғанда астына төсейтін көрпеше құраймын. Немерелеріме құрап қойдым дайындап. Ол да қазақтың өзінің ежелгі салты, дәстүрі. Келген келін құрақтай жайнап, жарқырап жүрер ме екен? Құрақтай құралып, ел болып, жанұя болып, жақсы келін болар ма екен деген ата-бабамыздың өзінің тілегінен туған дүние деп есептеймін. Ал енді қазақ қызға жасау бергенде басқаны бермесе де бес көрпені берем деп айтады. Неге десеңіз, ол ананың мойнындағы парыз екен, қызға бес көрпе беру. Тақ қылып 4 көрпеше, 5 көрпесін беріп тапса,
15 қылып тапса 21 қылып беретіндер де бар. Ал енді соның көбісі құрақпен жасалған жастықтар, құралып салған көрпешелер. Көздің жауын алатын бұндай дүниелер баланың баласына қалады деп ойлаймын. Menен şakışman sağlasın.